Баршаңызға сәлем, есімім Ақылбек Шыңғыс. Қазақстан тарихының 4-ші апталығы. Түркі елдерінің мәдениеті. Түркі елдері ғұн империясының дәуірінде де, ғұн империясы ыдырағаннан кейінде де, мысалы олар кейін біреулері Қытайға қосылып кетті, кейбір жартысы басқа тайпалардың қатарына қосылып кеткен кезде де түркі халықтары өмір сүрген екен. Олардың ең басты наным сенімі тәңіршілдік болған. Тәңіршілдік дейтін ол түркі халықтарының ең ежелгі діни наным сенімдерінің бірі болған. Тәңіршілдікте табиғатқа табыну және де бір құдайға сену элементтері бар болған болып есептеледі. Тағы да айта кетсек, Умайянаны еске алсақ болады. Умайяна дейтін бала тууға және де баланың қамқоршысы болып есептелетін. Ол жаңағы айтып өткендей, бала туу кезеңінде әйелге көмектесетін. Және де жер, су рухтарын айта кетсек болады. Яғни түркі халықтары оларға да сенген. Жер, табиғаттың элементтері және де суға олар ерекше табынған екен. Оларды өзінің тәңір ретінде санаған десек те болады. Және де шаманизм оларда көп кездесетін. Шаманизм дейтін ол шамандардың рухтармен байланыс орнатуы болып есептеледі. Ислам дінінің таралуы туралы айта кетсек, 8-ші ғасырда арабтардың орталық Азияға жорықтары өте көп болған. Және соның кесірінен кейбір түркі халықтары ислам дінінің ықпалына түскен, және де осы ислам дінінің наным сенімдерін ұстана бастаған. Бірақ айта кетсек, оған қарамастан көптеген түркі халықтары өздерінің жаңа тәңіршілдігіне және басқа да діни наным сенімдеріне адал қалған болатын. Алайда 9-шы және де 10-шы ғасырлар өмір сүрген Қарахан мемлекеті өзін ислам дінін ұстайтын мемлекет ретінде санаған және ислам дінін қабылдаған десек дұрыс болады. Және соның ықпалынан түркі халықтарынан ислам дінін ұстанатындар орасан өте көп болған. Және де салжұқтар да, Осман империясы да өзінің мемлекетін ислам дінін ұстайтын мемлекет санаған соң ықпалы өте қатты өсті десе болады. Яғни түркі халықтарының көптеген бөлшегі ислам дінін ұстанатын болды. Ұлы жібек жолы. Ұлы жібек жолы дейтініміз ол Еуразияны басып өтетін өте ірі сондай сауда жолы болған екен. Ол мысалы қазіргі Қазақстан жерін және де Византияны, Иранды және де араб елдерінің жерлерін қосқан етін. Біздің мысалы Қазақстандағы Тараз қаласы осы Ұлы жібек жолының кіндігі болып саналған. Ұлы жібек жолының ықпалы өте көп болған. Мысалы ол сол заманда түркі халықтарының мәдени, экономикалық және де тағы да басқа дамуына, тағы да басқа жолдармен дамуына өте көп көмегін әкелген екен. Мысалы, мәдени жағын қарастырсақ, Ұлы жібек жолында жаңағы арабтардың сатушылары, Иранның сатушылары жүргендіктен, олар өздерінің мәдениеттерін, мысалы, зороастризм, мысалға айтсақ, зороастризм, немесе Үндістаннан келетін саудашылар өздерімен бірге буддизмнің сенімдерін, наным сенімдерін әкелетін болған, және де соларды кеңінен таратқан етін. Осыны біз мысалы мәдени дамуына әкелсек болады, қарастырсақ болады. Экономикалық дамуына қарастырсақ, онда әрине бәрі түсінікті, сауда саттық жүріп жатты. Және соның арқасында экономикада, капитал, финанс жағда өте керемет болған. Қала дамуына әкелсек, мысалға қарастырсақ, Тараз қаласын, Баласағұн және Отырар қалаларын қарастырып көрейік. Тура Ұлы жібек жолының ортасында орналасқан осы 3 қала, және соның арқасында бұл қалаларға деген осы Ұлы жібек жолының ықпалы үлкен болған, өте үлкен. Жаңа айтып өткендей, Тараз Ұлы жібек жолының тура кіндігінде орналасқан, және де басқа қалаларда орталығында орналасқан. Соның арқасында бұл жерлерде сатушылар өте көп өткен, қызып жатты десек болады, осы Ұлы жібек жолы. Және соның арқасында осы үлкен қалалар көркейіп, үлкейіп, мықты бола бастаған.
көне түріктің тарихи ескерткіштерін айтып өтсек, онда түркілер жалпы өздерінің бүкіл ежелгі тарихтарын осындай тарихи ескерткіштерге жазып өткенін аңғарсақ болады. Егер де мысалы археологтардың, тарихшылардың көптеген деректеріне сүйенсек, мысалы біз Орхон-Енисей ескерткіштерін алсақ болады. Ең атақты, ең аты шыққан ескерткіш болып саналады. Орхон-Енисейде түркілердің жалпы тарихы жазылып өткен, жаңағы тастарда руна жазулармен өздерінің тарихын жазған. Күлтегін ескерткіші бар. Күлтегін дейтін ол батыр, және де сол батыр туралы көптеген деректер, мағлұматтар жазылған осы ескерткіште. Білге қаған ескерткіші бар. Қағандық кезіндегі оның тарихы, мағлұматтар жазылған. Тоныкөктің ескерткіші бар. Тоныкөк дейтін осы түркілердің данасы болған, және де соның даналықтары, айтып өтсек, мысалы тағы да мағлұматтар ол туралы жазылған. Мұсылман ренессансы және де түрік ғұламалары. Жалпы 9-шы және де 12-ші ғасырларды қарастыратын болсақ, бұл кезең түркілер дәуірінде ғылым мен және де мәдениеттің дамуымен сәйкестендірсек болады. Неге? Себебі осы кезінде түркілер арасынан өте көп ғұламалар шыққан. Оларды айтып өтсек, Әбу Насыр әл-Фараби, Махмұд Қажығари, Жүсіп баласағұн және тағы да басқаларын айтып өтсек болады. Және де олардың еңбектері, мысалы әл-Фарабидің еңбегін айтсақ, қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары. Бұл мемлекеттің басқару туралы жазылған еңбек. Және де басқа да осындай ғұламалардың көптеген еңбектері бар, және солардың арқасында түркілер арасында ғылымның және мәдениеттің деңгейі жоғары күшейе бастады. Және де жаңағы айтып өткен 9-шы және 12-ші ғасырда түркілер дәуірінде мұсылман ренессансы деп атап өткен.